Баршаңызға қайырлы күн, достар. Қазір мен сіздерге осы тауық етінен жасалатын дәмді тамақтың рецептін айтатын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай ерекше тағам жасап, отбасыңызды қуантсаңыз болады. Бұның жасалу жолы өте оңай. Ол үшін бізге ең алдымен тауық етін маринадтап қоюымыз қажет. Осылай бөлшек-бөлшекке бөліп, тауық етін дайындап аламыз. Бірінші тауық етінің арасы жақсы болып пісу үшін барынша майдалап турасаңыздар болады. Сүйектерін бөлшекке бөліп, еттерін де турау қажет. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, өздеріңізге өте оңай болады. Балтамен шабу қажет емес, осылай мен сияқты пышақпен кессеңіздер болады. Мен тауық етінен 6-7 аяғын қолдандым, өйткені біздің отбасымызда адам көп болғандықтан солай көп тауық аяқтарын қолдандым. Сіздер де отбасыңыздың санына қарай қолдансаңыздар болады. Осы 6-7 аяқтан 2 таба тола тағам жасадым. Екеуіне де толтырып салып шықтым. Барлығына жетті. Тауық еттерінің барлығын турап болдық. Енді біз керекті заттарымыз тураймыз. Бізге ең қажетті пияз қажет болады. Пиязды ірі етіп, қатты майда қылмай, тым ірі қылмай, орташа етіп турасаңыздар болады. Барлығын турап шығып, біз тауық етінің үстіне салып қоямыз. Чеснокты қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Егер сіздерге чеснок ұнамайтын болса, қоспасаңыздар да болады. Мен тауық етінің дәмі әдемі болу үшін чеснокты қостым. Үйдегілер ұнатады. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Енді біз барлығын турап болғаннан кейін дәмдеуіштерімізді қосамыз. Мен осылай арнайы дайындап қойған дәмдеуіштерім бар. Әртүрлі универсальный недегі овощтардан жасалған түрлі нелер бар, приправалар бар, және тауық етіне арналған арнайы приправа бар, соны қостым. Оның ішінде жаңағы нелер, бұрышта, тұзда барлығы бар. Сондықтан мен осындай приправаларды қолданамын. Сізде өз үйіңізде бар приправаны қосып жасай берсеңіз болады. Тұзды тым қатты көп салмадым, өйткені приправаның арасында тұз болғандықтан ащы болып кетпеу үшін аз салдым. Содан кейін біз кетчуп пен майонезімізді араластырып бөлек ыдысқа дайындап аламыз. Кетчуп пен майонезімізді осылай араластырып алғаннан кейін, дайындап қойғаннан кейін біз қолымызбен міне тауық еттерін мұжып шығатын боламыз. Дәмдері бір-біріне жақсылап араласу үшін осылай қолымызбен жақсылап мұжғылап шығамыз. Содан кейін біз оны аз уақытқа демалдырып қоямыз. Жарты немесе 1 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Дәмдері бір-біріне сіңіп, қосқан приправаларыңыздың да дәмі кіріп, етке әдемі дәм береді. Біздің тауық еті дайын болғанша біз картоп, сәбіз және қызанақтарымызды турап дайындап қоямыз. Ең алдымен мен осылай сәбізді турап аламын. Сәбіздің көрінісі әдемі көріну үшін мен терканың ирелек жағымен турап шығамын. Көрінісі өте әдемі көрінеді. Сәбізді көп қоспаймын, өйткені үйде отбасымыз сәбізді онша ұнатпайды. Сондықтан сәбізді 1-2 ғана қосамын. Картоптан енді көп қосамын. Сіздер де сәбізді осылай ирелек етіп турасаңыздар өте әдемі көрінеді. Міне
осындай ирек болып тұрған тамақтың сәнін ашып тұрады. Ал енді қызанағымызды турайық. Қызанақты майда етіп турамаймыз, осылай дөңгелек етіп турап шығамыз. Өзі қызанақ піскен кезде итак езіліп жоқ болып кетеді десем де болады. Енді картопымызды тураймыз. Картопты да тым майда етіп тура алмаймыз. Ірі етіп турай берсеңіздер болады, өйткені етпен бірдей пісу керек, ешқайсысы езіліп кетпеу қажет. Мен осылай орташа етіп турап шығамын. Міне біздің тауық етіміз дайын болып қалды. Біз енді үстіне осы кетчуп пен майонезді қосып араластырамыз. Қолымызбен өте жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін кішкене тағы 5 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Біз енді табамызды дайындаймыз. Табамызға кішкене май құйып аламыз, асты қатты жабысып қалмау үшін. Осылай кәдімгі тамаққа қосатын сұйық майымызды құйып жақсылап барлық жеріне жағып шығамыз. Енді біз тауық етін біртіндеп салып бастаймыз. Ең астына бірінші тауық етін барлық жеріне салып шығамыз. Өйткені жақсы пісу үшін, дәмді болып шығу үшін бірінші тауық етін саламын. Кейін барып картопымды, помидорымды және сәбізімді салып араластыра беремін. Екінші тапама да осылай салып шығамын. Барлығын бірінші майды жағып, дәл солай етімізді салып дайындап аламын. Екіге бөліп жақсылап салып аламын. Содан кейін картоп пен сәбіздерімізді сала беремін.
Міне мен барлығын екі ыдысқа бөліп шықтым. Енді жаңағы етіміз салынған ыдысқа астында қалып қойған майонез бен кетчупқа біз помидор және сәбіз, картопымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Өйткені мен оларды тұздаған жоқпын. Енді осы араластырып алған картоптарымызды бетіне жайғастырып салып шығамыз. Екіге бөлуіміз қажет. Оны да егерде көп жасайтын болсаңыздар, осылай екіге бөліп жасайсыздар. Міне екінші тапама да салып шығып жатырмын. Сол аралықта сіз печкаңызды қосып қыздырып қоюыңыз қажет. 180-200 градуста піседі. Бір сағатта дайын болады. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.